1758 жылды біз мектептегі тарих пәніне арналған оқулықтардан Жоңғар хандығының тарих сахнасынан жойылып кеткен жылы деп білеміз. Жоңғарлардың ұлы қонтайшысы Қалдан Серен қайтыс болған соң таққа талас басталып, ішкі саясат бәсеңсіп қалады. Осы жағдайды ұтымды пайдаланған Цин империясы 1755-57 жылдарда Жоңғар хандығына шабуылдарын үдетіп, ақыр соңында жойып жіберді делінеді. Бітті. Одан кейінгі жағдай айтыла қоймайды. Ал Жоңғар хандығы жойылғанмен, Жоңғар ұлты бірде-бір адамы қалмай, тып-типыл болған жоқ қой. Олай болса олар қайда? Қазір біз оларды кім деп білеміз? Және Абылайдың саналы саясаты қандай? Осы жөнінде толық тарқата кетсек. Ендеше, бәріңе сәлем достар. Сендермен Қарасаунд ТВ арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Тақырыпты толық ашу мақсатында мәселенің түп төркініне мән бере кетуді құп көрдік. Жоңғар сөзінің негізі Зунгар, батыс халқы деген ұғымға саяды. Жоңғарлар 1399-1635 жылдары өмір сүрген ойрат тайпасының өкілі. Ұлы жібек жолы сауда керуенінің ықпал етуімен Моңғол ұлысының батыс аймағына тұрақтаған. Жоңғар аталуы да осы себептен. Ойрат тайпасының тағы бір өкілі қалмақтар. Моңғол шапқыншылығы кезінде Орта Азия мен Шығыс Европаға өткен. Кейін Моңғол империясы ыдыраған тұста ешбір хандықтың құрамына кірмей, өздері бір ұлыс болып қалып қойған. Сондықтан қалмақ атанған. Бүгінде қалмақ қырылған деп аталатын жерлер қазақ даласында ауық-ауық ұшырасып отырады. Бұл тарихта Шаңды жорық деген атпен белгілі оқиғаның салдары. Жоңғар хандығын Цин империясы құлатып, хандықтың мекен еткен жерлері қаңырап бос жатыр деген қауесет сөз құлақтарына жеткен еділ қалмақтары Ресей үкіметінің қысымына шыдай алмай 1771 жылы мұз қатысымен үдере көшуі басталып кетеді. Бұны білген Ресей үкіметі олардың біразын күшпен қайта қоныстандырады. Шамамен 170-180 мың адам атажұртқа қазақ даласын басып өтіп жетпекші болады. Сонымен Ресей қуғыншыларына үлгертпей бұлар қазақ даласына тереңірек еніп кетеді. Жол қашытқан қалмақтар Жем өзенінің жағасында аялдайды. 9 ұрпақ бойы соғысып, зәбірдің барлығын осылардан көрген қазақ жігіттері топталып, бірінші шабуылын сол жерде жасайды. Оқтын-оқтын әр аймақтың жігіттерінің шабуылдарынан қалмақтар әбден әлсірейді. Өзара бөлініп, әр бағытқа жосып жүрген қалмақтарға Абылай тікелей көмек білдіріп, Жоңғарияға өткізіп жібереді. Сонымен 170 мың қалмақтардан Қытай жеріне өтіп, құлдық қамытын кигендері небәрі 10-15 мың еді. Ал Ресей жерінде қалған қалмақтар Пугачев реформасының арқасында аман қалып, автономиялы республика аталады. Бірақ бұл қуаныштың да қауқары келте болды. 1941-45 жылдардағы соғыс кезінде Сталиннің шешімімен сенімсіз ұлт деп танылып, бастарына қара бұлт тағы да үйіріліп, күл талқан шығады. Қытай мен қазақ шекаралас болуы жоңғарлардың күйін кешетіннің кепілі іспетті болған соң, Абылай Шыңжаң аймағына қақпалап қалмақтарды өткізіп жіберуімен қатар, біршама қазақ отбасыларын да қоныстандырады. Кейін Қытай қазақ арасындағы шекараны бекіту нәтижесінде Шыңжаңдағы қандастарымыз арғы бетте қалып қояды. Міне, жоңғар халқының тарихы, қалмақтардың қырғыны, Абылайдың озық саясаты. Бір ұшы Қытай жеріндегі бауырларымызға да келіп тиіп отыр. Тарихты білу үлкен міндет. Шыңғыс ханның атының аузындағы тісті санағанша, осындай құнды әрі маңызды ақпараттарды білу пайдалырақ. Сендермен болған Қарасаунд ТВ арнасы. Қош, сау болыңыздар.